Құрметті өмірден алынған каналының оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз. 2004 жылы мен небәрі 10 жаста едім. Бала болсам да, өмірімнің әдемі сәттерін еске алсам, бәрі көз алдымда елестейді. Бақуатты отбасында, жылулық пен қамқорлыққа толы ортада өмірге келдім. Бізді анам мен әкем ерекше мейіріммен тәрбиеледі. Олар өте кішіпейіл, әрқашан біреуге қол ұшын созуға дайын тұратын жандар еді. Бірақ менің мінезім олардан сәл өзгеше еді. Менің бойымдағы тәкаппарлық пен менмендік әжемнен дарыса керек. Әжем кішкентайымнан маған өзін жоғары ұстау, қайсарлықты және адамдарға әрқашан сын көзбен қарауды үйретті. Осы мінезім, бәлкім, өзімді басқалардан өзгеше сезінуіме себеп болған шығар. Біздің үйіміз кең, бақшамыз мол, жеміс-жидекке толы болатын. Үнемі достарым мен таныстарым біздің үйге келіп, бірге ойнап көңіл көтеретінбіз. Сол кездері мен өзімді ерекше сұлу әрі сүйкімді сезіндім. Бәрі мені мақтайтын, киімдерім де, жүрісім де ерекше болатын. Өзімді солай қабылдап, басқалардан биік санайтынмын. Бірде көршілеріміз, бізге жақын тұратын бір отбасы кенеттен көшіп кетті. Бірақ көп ұзамай ол үйге жаңа көршілер қоныстанды. Тараздан келген бұл отбасына менің жыным тиді. Олар келген күні-ақ мен бұл адамдарды ұнаттым. Әсіресе олардың балалары көзіме түсе қалды. Ұлы мен қызы мен үшін ең ұсқынсыз. Екеуінің де көздері жіпсиген, беттері сарғыш тартқан, сырт келбеттері біртүрлі тартымсыз. Әрине, ол уақытта балалық көзқараспен бәрін тек сыртқы пішініне қарап қабылдайтынмын. Мүмкін сондықтан болар, мен оларды алғашқы минуттардан-ақ жақтырмай қалдым. Жаңа көршіміз кәдімгі қарапайым отбасы болды. Қарапайым дегенмен менің көзіме олар тым төмен, жат болып көрінді. Тараздан көшіп келген бұл отбасы бақша егіп, мал бағып, қара жұмыспен күндерін көретін. Олар еңбекқор, шаруа адамдар еді, бірақ мен үшін оларды жақсы көріп, бауыр басу мүмкін болмады. Біздің үй үлкен, кең болса, олардың үйі одан әлдеқайда кішкентай, ескілеу еді. Киімдері де сәнді емес. Бір күні әкем мен анам жаңа көршімізбен жақынырақ танысқысы келіп, оларды үйге қонаққа шақырды. Бұл кездесу біздің екі отбасы арасында достық қарым-қатынастың бастамасы болды. Әкем мен көршіміздің әкесі көп әңгіме айтып, тез тіл табысып кетті. Анам да көршінің анасымен достасып, түрлі шаруаларда бір-біріне көмектесіп жүрді. Араларындағы бұл жақындықты көріп, мен таңқалатынмын, тіпті түсінбей, іштей ренжитінмін. Бәрінен де мен көршінің қызын жақтырмайтынмын. Ол менімен қатарлас, бірақ мүлдем мен сияқты емес. Әрдайым сыпайы, жуас жүретін, ал мен оны тек әлімжеттік жасап мазақ қылдым. Кез келген сәтте оның мазасын алып, әдейі тиісетінмін. Онымен бірге ойнауға шыққанда, мен оған дөрекі сөйлеп, әдейі ұрып, оны жылаттым. Ол болса әрдайым үнсіз қалатын, ештеңе демей ұмытып кетеді. Сол сәттерде оның әлсіздігі мені одан сайын ашуландырады. Олар менің оны ренжітіп жатқанымды көріп тұрса да. Бала ғой, қазір ренжісіп кешке достасып кетеді дейтін. Қандай да бір сылтау айтып, жай ғана күлімсіреп қойып, бәрін сабырға шақыратын. Менің өзімді солай үстем санап, оларды төмендетуім, бәлкім, әжемнің тәкаппарлық тәрбиесімен қалыптасқан шығар. Көрші қызды ұрған сайын, ешкім ештеңе демеген соң, мен сорлы ол қызды ешкім байқамайтын сарайға кіргізіп, нәжісті жедеп қинадым. Ол жылап бас тартты. Бұл ісімді мен біраз уақыт жалғастырдым. Үнемі ойнап болған соң, басқаларын қайтарып жіберіп, көршімді әдейі алып қаламын. Мынада жүр, сарайға барамыз. Егер бармайды екенсің, үй жаққа кіргізбеймін. Ертең ойнатпаймын деп қорқытып қоямын. Сосын бос тұрған сарайға кіргізіп, банкаға сиіп көрші қызға. Мынаны іш, өліп қалуың керек, ұсқынсыз түріңнен құсқым келеді. Деп ашуланатынмын. Ол ішпеймін деп жыласа, ашуланып шашынан тартып бетіне зәрді шашып жіберемін.
Бәрінен де өз нәжісімді көрші қызға же деп бұйрағаным есіме түссе, өзімді жек көремін. Бала болсам да бәле болдым. Бұл ісімді үйдегілер білмейді. Білсе мені сабар еді. Байғұс көрші қызда үндемей айтпады. Арада жылдар өтті. Көршімнің қызы баяғыда Тараздағы әжесінің үйіне кетіп, сол күйі хабарсыз қалған еді. Бірақ биыл мен мектеп бітіруге жақындағанда ол үйіне қайта оралды. Келгенім бірден байқадым. Ауылдағы барлық жігіттер қазір соның маңында жүр. Бұрын қорқақ, өзіне сенімсіз қыз қазір бойшаң, сұлу болып өзгеріпті. Бір күні біздің үйге келіп ата-анама сәлем берді. Сосын маған бұрылып, «Сәлем, қалайсың?» деді жайдарланып. Мен оның амандасуына жауап беруге тырыстым, бірақ тек ернім жыбырлады. Іштей абдырап қалдым. Ол менің көз алдымда өзгерген. Кезінде өзім мазақ етіп қорлаған қыз енді ұзын бойлы, әдемі және өзін өте сенімді ұстайтын болыпты. Беті айқұлақтанып көрінетін жіпсиген көзі қазір дөңгеленіп, әдемі етіп боялған. Қасына жақындап сөйлескен сайын ішімді қызғаныш күйдіріп барады. Тіпті мені көргенде оның көзінде еш реніштің ізі жоқтай көрінді. Ауылдың жігіттері енді мен емес, соның айналасында. Сыныптастарым да үй маңынан шықпайтын болды. Бұрынғыдай менің сөзіме еліктемейді, тек соның қасынан табылғысы келеді. Бұл маған ауыр тиді. Ішімдегі қызғаныш оты бұрынғыдан бетер маздап, әлгі қыздың әр қимылы, әр күлімсірегені жанымды тырнап жатқандай болды. Бірде есіктің алдында жалғыз отыр едім, ол маған жақындап келіп, «Бір нәрсені айтайын деп едім» деді жайлы дауыспен. Мен үндемедім. Ол болса жымия қарап ары қарай сөйледі. Мен сенен бұрын қорқатынмын, бірақ қазір бәрін артта қалдырайық. Мен жаңа өмір бастағым келеді. Оның сөздері мені тіксіндірді. Бұрын өзім үстемдік еткен қыздың енді маған күлімсіреп жақындағаны намысымды қоздырғандай болды. Сен неге қайтып келдің? Деп қатқыл үнмен сұрадым. Өткенді артта қалдырғым келеді деді ол байсалды қалыппен. Мені бұрынғыдай емес, қазіргідей қабылдашы. Мен оның көзіне тік қарадым. Сол сәтте ол менің бұрынғыдай әлсіз емес екенін көрсетті. Бірақ мен ішімдегі қызғанышымнан арыла алмадым. Түн ауа, ауылдағы мектеп бітіруші түлектердің кеші көңілді өтіп жатты. Әдемі көйлектер киіп, шаштарын сәндеген қыздар, сәнді костюмдегі жігіттер. Қуаныш пен қимастық араласқан сәттер. Мен сол кештің бір шетінен қарап көңілсіз жымиып тұрдым. Ішімді қызғаныш кернеп бара жатты. Кенет көз алдымда Балнұр көрінді. Бір жыл оқыған ауыл мектебіне қайта келіп, вечерге қатысуға ниеттенгені маған ауыр тиді. Балнұрдың ештеңе болмағандай күлімсіреп жүргенін көрген сайын, іші қайнап, оның бір сөзін де естігім келмеді. Осы қыздың не шаруасы бар еді осында? Неге жай жүре бермеді деп ойладым. Іштей ашу буып, шашын жұлып тастағысым келді. Өзімді жаман етіп көрсетпейін деп әзер тұрмын. Әке-шешем мені жақсы оқуға түсірді. Бірақ уақыт өте келе, қаңғыбас жүріспен ойын-сауықтан оқуға көңіл бөлмей, оқудан шығып қалдым. Ал көрші Балнұр болса, ешкімге салмақ салмай, кондитер оқуын оқып, өз жолын тапты, кәсібін дөңгелетіп жүр. Ең алғаш ауылда торт пісіріп сатқанда сол болатын. Үйге келген сайын ата-анам Балнұрды мақтап маған: «Қарашы, Балнұрға өз еңбегімен кәсіпкер болды. Ал сен не істеп жүрсің? Тек қаңғып жүрсің», деп күнде айтатын. Бұл сөздер жүйкеме тиіп, түн сайын мазамды қашырды. Сол бір ашумен бе, әлде үйдегі қамақтан құтылғым келді ме, ізімнен қалмай жүрген Саматтың қолынан ұстап, байға тиіп кеттім. Тиген күйеуім Самат жақсы жігіт еді. Бірақ менің тәккаппар, қызғаншақ мінезім бәрін өзгертті. Ата-енем де жақсы жандар, бірақ менің мінезіме шыдай алмай, бөлек шығарды. Бөлек шыққан соң мен балалы болып үйде отырдым. Күйеуім асырауға міндетті деп күйеуімнің мойнына міндім, байғұс күйеуіме. Көп ақша табуым керек деп ұрыс шығара беретінмін. Күйеуімнің тапқан табысын тамаққа ғана жұмсап, ешқандай жұмыс істемедім. Арада 10 жыл өтті. Жылдар өте келе, мен семірген, ұсқыны кеткен, ештеңеге ебі жоқ әйелге айналдым. Ал менің жанымдағы Балнұр кәсіпкер,
сұлу, ел оны сыйлайтын әйел болып шықты. Ол күйеуіне көлік сыйлағанын естіп қызғаныштан жылап алдым. Оның өмірі мені қатты ауыртты. Ал мен күйеуім Саматты әбден қор қылдым. Ақшаны көп таппайсың деп, оның миын жеп, нәтижесінде ол ішімдікке құмар болып кетті. Жаман қатын ерін көрге сүйрейді деген мақал есіме түссе, мені мысалға келтіргендей болады. Қызғаныш деген сезімнен әлі арыла алмай, жан-жақтағы адамдармен ұрсып, ешкіммен араласпайтын халге жеттім. Күнделікті біртүрлі күйзеліспен өмір сүру мені жалықтырды. Өткенімді ойлап мен не істедім? Неге Балнұрдан, оның жетістіктерінен қорланып, осылай өмір сүруге мәжбүрмін? Мен өзімді сүюді, өмірден ләззат алуды ұмытып кеткен сияқтымын. Бір күні айнаға қарағанымда өз бейнемді көрдім, семіз, күйзеліске толы, жалғыз әйел. Бойымды қорқыныш сезімі кернеді. Мен кіммін? Неге мен бұл өмірді осындай күйде өткізуім керек деген сұрақтар мені түнде ұйқысыз қалдырды. Өзгере алмай шаршадым. Балаларым болса өсіп жатыр. Бірақ мен тәрбиелеп өсірмедім. Енемнің қолында арасында үйге келіп кетеді, ата әжесінің балалары болып кеткен.